Үш биіктік құдайдық көрдім мен түсімде. Сол жағында мен, оң жағында аслан. Көке, аға, ағайын. Бір туған. 3 метр, үш биіктік құдайдық көрдім. Соң кейін мен сұрадым құдайдықтан 18%-нан. Метр қалай болады деп. Былай келе жеттім, соң кейін ол айтты, биік деді. Соң кейін Акримхан құда. Ата енді. Ата ғой енді біреудің Саяттың атасы. Санюка, Диана, Ардақ, Ләззат. Атасы, аталары. Соң биіктік деп маған айтты. Менің атам, мен сүйікті атам кім? Танты, Құдай, аспан, Тәңір деген сөзге жеткен. Көк Тәңір деді ме білмейді. Аспан. Соң кейін Найман. Соң Найман осы ұялы сөйлескішпен келген түсіме. Ешкімге бермеймін деп. Жерін бермеймін деп айтты. Жерін, өзі жеткен жерге. Өзі жалап алған жерді. Сақ жеткен негіз. Сақ, жүрек. Қазақ тілге жеткен. Соң кейін Ақсүйек енді хан, бірінші хан Ақсүйек. Бірінші хан Чингиз ханға дейін болған Ақсүйек деген хан болған. Алматыға жеткен. Енді заманды адам. Әкемнің жүрегі. Танты әкемнің сүйегі, Найман анамның сүйегі, ада енді бек, бойын. Бәрі біледі. Адайлар кім екен? Астымызда мұнай, үстімізде Құдай, өзіміз адай, бек. Енді Найман ақсақал. Танты би. Сақ жауынгер. Бірінші атқа отырып, атта өмір сүрген. Қазақ ханшы. Өзін Құдаймын деп санаған екеуі де. Сақтар, қазақ. Өзін қазақ ретінде, жалғыз ретінде қазақпын деп санаған. Енді қазақ елін, қазақ жерін, қазақ тілін, қазақ әліппесін 95%-ға немене бар осы жерде. Бәрі Құдайдан тарайды. 18%-ға енді адам баласы Құдайдың сындырғанымен, сынағымен адам баласы жетеді. Осы ұялы сөйлескішке жетті адам баласы. Құдайдың сындырғанымен, көмегімен, сынағымен.